Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, каналға қош келдіңіздер. Каналға тіркеле кетсеңіздер, Абай Құнанбаевтың өлеңдері. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы. Қиыннан қиыстырар ер данасы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Бөтен сөзбен былғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бейшарасы. Айтушы мен тыңдаушы көбі надан, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Әуелі хаят, хадис сөздің басы, қосарлы бәйт мысал келді арасы. Қисынымен қызықты болмаса сөз, неге айтсын пайғамбар мен оның алласы. Мешіттің құтпа оқыған ғұламасы, мінәжат уәлилердің сарналасы. Бір сөзін бір сөзіне қиыстырар, әрбірі келгенінше өз шамасы. Өлеңге әркімнің ақ бар таласы, сонда да солардың бар таңдамасы. Іші алтын, сырты күміс сөз жақсысын, қазақтың келістірер қай баласы. Бұрынғы ескі биді тұрсам барлап, мақалдап айтады екен сөз қосарлап. Ақындары ақылсыз, надан келіп, көр жерді өлең қыпты жоқтан қармап. Қобызбен домбыра алып топта сарнап, мақтау өлең айтыпты әркімге арнап. Әр елден өлең менен қайыр тілеп, кетірген сөз қадірін жұртты шарлап. Мал үшін тілін безеп, жанын жалдап, мал сұрап біреуді алдап, біреуді арбап. Жат елде қайыршылық қылып жүріп, өз елін бай деп мақтар құдай қарғап. Қайда бай мақтаншаққа барған таңдап, жисада бай болмапты қанша малдап. Қазаққа өлең деген бір қадірсіз, былжырақ көрінеді солар таңдақ. Ескі бейше отырман бос мақалдап, ескі ақынша мал үшін тұрман зарлап. Сөз түзелді, тыңдаушы сенде түзел, сендерге де келейін енді аяңдап. Батырды айтсам ел шауып алған талап, қызды айтсам, қызықты айтсам қыздырмалап. Әншейін күн өткізбек әңгімеге, тыңдар едің әр сөзін мыңға балап. Ақыл сөзге ынтасыз жұрт шабандап, көнгенім қақ соған жер жүр табандап. Кісімсінген жеп кетер білімсіз көп, жіберсем өкпелеме көп жамандап. Амалдап қарағайды талға жалғап, әркім жүр алар жердің ебін қамдап. Мақтан қуған малқұмар нені қалсын, шықпаса мыңнан біреу талғап-талғап. Мал жиып арамдықпен ұрлап қарлап, қусың десе қуанып жүр алшаңдап. Қақса соқса бір пайда түсе ме деп, елдің байын елдіріп, жау мұндалап. Ынсап, ұят, ар намыс, сабыр талап, бұларды керек қылмас ешкім қалап. Терең ой, терең ғылым іздемейді, өтірікпен өсекті жөндей сабап. Абай Құнанбаевтың өлең сөздің патшасы, сөз сарасы өлеңі. Оқыған айдана. Ұнаса лайк басып өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Сау болыңыздар.